Сарбаз, барлығы дайын ба? Әрине басеке, барлығы сақыдай сай тұр. Бұл жұмыс маған тым оңайға соқты. Вертолетқа бомба қою тапсырмас идея болды. Қармаққол капитан, сіздің тапсырмаңызды бұлжытпай орындадым. Жарайсың қоям, мен саған сенген едім. Бірақ та менің тағы бір тапсырмамды орындасаң, мен саған риза болар едім. Ол факторий маңындағы Брюс Ли деген мықты төбелесетін адамды жеңіп келуің керек. Әрине, айтқаныңызды кетпей істеп келемін. Шамалы ойланған дұрыс, себебі ол жақсы төбелеседі. Мен саған өзінің сарбаздарын қосып жіберейін. Себебі сенің оған шабуың жетпеуі мүмкін. Маған сіздің сарбаздарыңыз керек жоқ. Мен бұл тапсырманы өзім-ақ орындаймын. Салам алейкум, Брюс Ли. Брюс Ли деген сен бе едің? Сенен барлығы қорқады дейді. Сол рас па? Әрине рас, мен фабриканың атаманымын. Осы сәтте қоян Брюс Ли жеңуге дайындалып тұрады. Сонымен қоян, түріңе қарасам Брюс Ли жеңген сияқтысың ғой. Дәл таптыңыз, қармаққол капитан. Мен бұл Бермуд аралындағы адамдарды 20 секундта жеңе аламын. Осы сөзің рас болса, мен саған қиын тапсырма берейін. Сіздің кез келген тапсырмаңызды орындауға дайынмын. Онда саған бір тапсырма бар. Сен Нил төңірегіне барасында жасырылған қазынаны маған алып келесің. Жарайды, сіздің тапсырмаңызды орындауға әрқашанда дайынмын. Бұл сандықтың ішінде түк жоқ қой. Біз қайтсек те қазынаны табуымыз керек. Қармаққол мырза, сіз неге қоянды өтірік карта беріп жібердіңіз? Егер қоян біліп қойса, сізге зиян тигізуі мүмкін ғой. Ол қоян сіздің тұзақ құрғаныңызды біліп қойған шығар. Мен үшін алаңдаудың түкке де қажет жоқ. Мен оның артынан 10 тау мықты сарбаздарын жіберген болатынмын. Бұл тұзақтан құтыла алмайтыны анық. Love is you.